Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи Назарбаев қол қойған келісімдердің бетін ашпақ. Депутаттың айтуынша бүгінде Қашаған кен орнына қатысты ең өзекті мәселе мұнайдан түскен табысты әділ болу. Бұл тақырып қоғамда көптен бері қызу талқыланып келеді. Біз 90-шы жылдары жасалған келісімдердің ашықтығын талап етеміз. Ол кезде бүкіл қоғамның пікірінсіз тек бір адамның шешімімен ғана өте күрделі әрі маңызды келісім шарттар жасалған. Осы құжаттардың артында қандай құпия тұрғанын халықтың білуге толық құқығы бар, дейді Ермұрат Бапи мәжіліс кулуарында. Соңғы жылдары Тоқаев тарапынан Назарбаев дәуірінде қол қойылған бірқатар маңызды келісімдерді, соның ішінде 3 бірдей ірі мұнай кен орнын игеру жөніндегі құжатты қайта қарауға деген талап күшею үстінде. Инсайттық деректерге сенсек, қазіргі саяси элитада бұған тікелей мүдделі шенеуніктер тобы пайда болған. Үкімет маңындағы билігі де құрығы да ұзын бір топ шенеунік мұнай саласындағы тиімсіз келісімдерді Назарбаев билігінің мұрасы деп есептейді. Олар шетелдік инвесторларға берілген артықшылықтар мен қазіргі экономикалық талаптардың сәйкес еместігін, сол себепті жаңа Қазақстанға тиімсіз талаптарды дереу түзету қажет деген көзқараста. Бұл топтың негізгі уәжі ел табысын барынша арттырып, мұнайдан түсетін түсімді әділ бөлісу. Мемлекет басшысы шетелдік серіктестермен келісімдерді қайта қарау қажеттігін бірнеше рет айтқан. Келіссөздер барысында мемлекет мүддесін бірінші орынға қойып, қазіргі қолданыстағы шарттарды ел үшін тиімді негізде өзгерту керектігін ескерткен. Ілгердегі 3 ірі жобаның инвесторлары ауысып кетуі мүмкін екенін меңзеген болатын.